Байлық пен мансап үшін адамдар өмір бойы қазыналар іздеп келді. Бірақ ақмақтар ең баста қазынаны іздемеген. Оның берері шексіз билік пен мәңгілік өмір. Соншама жылдардан соң ақыры оны таптым ғой. Басеке, бұл нақты сіз деген нәрсе екеніне сенімдісіз бе? Сабан, менің ақыл парасатыма ешқашан күмәнданба. Әрине, Басеке, мен бар болғаны сіздің қаншалықты күшті екеніңізді айта кетейін деп едім. Нәтижелері қандай? Аттың ішінде тірі нәрсе бар. Бұл не сұмдық? Қалайсыңдар? Қарындаш, ана мен туған күнмен не сыйлады? Ал сен бұны қалай тебесің? Оның дөңгелектері жоқ қой. Дөңгелектің қажеті жоқ, бұл гравитацияға қарсы. Айбай. Ай, басым. Ренжіме, негізінде керемет болды. Ал біз теуіп көрсек бола ма? Әрине. Бұл ағайынды Палтаевтар ғой. Тоқта, қорқақ. Біз сені бәрібір қуып жетеміз. Тоқта деймін. Көлігімнің несиесін бүгін ғана төлеп бітіп едім. Ей, тұр, ұянсаншы енді. Ұйықтап жатқанында сырт келбетінде ретке келтіріп қойдым. Керемет. Рахмет. Оны маған анам үйреткен. Қайдамыз? Уайымдама, біз әкемнің ұстаханасындамыз. Бері қарашы, сен өзі кімсің? Білмеймін. Менің есімде жоқ. Сен жай адам емессің ғой. Мүмкін криптоннан келген шығарсың. Көздерінен лазер сәулесі атыла ма? Мүмкін ашулансаң жап-жасыл болып кететін шығарсың. Болды, жетер енді. Мен білмеймін. Әли, үйдесің бе? Анашым. Мен жұмыстан қатты шаршап келдім. Сондықтан бірден жатып ұйықтаймын. Айтқандай,
Менің сыйлығым ұнады ма? Маған оны ең соңғы үлгідегі скейтборд деп айтты. Әрине, керемет сыйлық. Ол менің сөремде тұр. Бүп-бүтін күйінде. Жақсы болған екен. Қысқасы, суға түсіп кеткен зат сол анамның сыйлығы. Егер оны таппасақ, анам қатты ренжиді. Сондықтан оны табуға көмектес. Ал мен сенің кім екеніңді табуға көмектесемін. Келістік пе? Келістік. Жарайды. Таңертең іздеуге кірісеміз. Дрондар оны іздеп жатыр. Бірақ әлі ешқандай нәтиже жоқ. Басеке, ант етемін. Мен оны сіз үшін өзім тауып беремін. Өйткені сіз қандай жақсы бастықсыз. Басеке, мына итпен торғайқын сипап көрсем бола ма? Менің қашып кеткен құлымды тауып әкеліңдер. Оның есімі Далағай.